Сәлем, әлем, қалайсыздар? Түркиядан, Ақтеңізден сәлем. Достар, Ұлысбек Ахмет каналына қош келдіңіздер. Жаңадан қосылған arkadaşlar, достар, барлықтарыңызға қош келдіңіздер. Бүгін біз Қарамұрын деген бір жерге келдік, достар. Тағы да теңіз, достар. Бізде теңіздің жағасында тұрғаннан кейін көпшілік теңізді көрсетеміз. Ауа деген ашық, деген жарқырап тұр, ала бұлтты. Біз былай қарай қазір жүреміз, теңізді бойлап сіздерге көрсететін боламын. Бізбен бірге болыңыздар. Достар, біз Ұлысбек Ахмет туристік жерде тұрамыз. Жаңадан қосылып жатқан достарға айтқым келеді. Алания Ақсалар бұл туристік жер. Ал мына жер Қарамұрын деп айтылады. Ана жерде бұрынға ұқсаған. Соған байланысты бұл жағалауды Қарамұрын деп айтады. Bu Ahmet. Evet arkadaşlar, ben Ahmet Dayı. Ulubosunda Ahmet kanalı ve Ahmet Dayı'nın lezzetleri yemek kanalına hoş geldiniz diyelim. Biz bugünlük burada güzel yerleri de böyle çekiyoruz. Hepinize iyi yerleri göstermek için bu taraflara gelirseniz eğer böyle güzel yerlere gelin, böyle güzel yerleri görün diye sizlere tanıtıyoruz arkadaşlar. Evet. Ya Ahmet aytады мынау менің де каналым бар дейді. Ахмет дейтін Ахмет Дайының ләззетлері деген. Бұл жерде Ахмет өзінің қолынан келгенше күнделікті тамақтарын жасап үйде соларды өзінің каналында беріп отырады. Оған да қосылыңыздар достар. Жақсы тамақтардың рецепттерін үйренесіздер. Бұл Қарамұрынның тарихын айтып бер Ахмет Бейсен. Karaburun'un tarihi çok eski tarihlere gidiyor. Şu karşıda görürken adada kale varmış orada. Yani insanlar o adada yaşamışlar. Onun devamı buradan geliyor. Bakın Karaburun'un o burun olan yerde de bir kale varmış. Bu ikisi bağlantılı ama milattan önce mi milattan sonra mı onu ben pek bilmiyorum arkadaşlar. Iya. Бұл жерде ана жерде бір арал бар екен дейді. Мына жағында анау Қарамұрын деген мына бір мұрынға ұқсаған жерге байланысты айтылған дейді. Бұл бұрын сонша ертеңден келе жатқан бекен, кейін бекен оның тарихын онша біле бермеймін дейді. Осы біздің жағалаулардың, туристердің көп шоғырланған, отельдердің көп шоғырланған жерінің бірі. Достар, мына артымыздың бәрі отельдер уже іске кірісіп жатыр, жайлап. Теңіз бос болғанымен, анау шезлонгта жатқандар, демалып жатқандар уже келіп, туристер жайлап келіп жатқан сияқты мына жерге. Ауа райы салқын болып тұр, суда салқын. Дәл қазір майдан кейін болмаса, қазір уже кіріп жатқан адамдар аз. Енді бізде былай ғой, достар, бір күні күн ысып кетеді. Сол кезде теңізге адамдар кіреді, шомылады. Ал бір күні салқындап кетеді. Ешкім кірмей қалады. Бүгін мысалы жел тұрып тұр, сап-салқын. Осылай салқында кім кіреді енді? Ешкім кірмейді. Біз енді мына теңізді бойлап былай қарай жүреміз, достар. Иә, достар, мен мына теңіздің жағасында тұрғаннан кейін біз теңіз туралы айтамыз. Бүгін теңіздің түрі ашық көп болып жатыр, достар. Ол жаңа күнге байланысты, иә, тап-таза су ашық көп болып тұр. Мысалы, жасыл, қанық көк болатын бүгін ашық көп. İnce taşlar olduğu zaman o su çok berrak, temiz olur. Böyle ince kum olursa biraz bulanık olur. Bak bu taşlardan dolayı burası böyle temiz. Теңіздің жағалауы тас болса, теңіз өте тамаша, тап-таза болады дейді Ахмет. Ал құм болса, жағалау біраз бұланық болып жатады. Бұланық деген жандай лайлау болып жатады да. Ал мынаның теңіз енді айтып жеткізу мүмкін емес. Таза су мынау. Мынаның бояуы көзге өте қатты рахаттандырады екен. Релакс болып тұрмағанға кеткім деп тұрған жоқ мына жерден. Ары қарай жүруіміз керек. Біз кішкене жел тұрып тұрған шығар. Сіздерге естіліп тұрма білмеймін. Ана күн шыққан кезде мына түріне қараңыздар теңізді. Вау, болып тұр, вау. Ал енді біз анау адамдардың кетіп бартқан жағы бар. Сол жаққа дейін жүреміз.
маған андай массажға тасқа барудың қажеті жоқ. Міне теңіздің жағасынан ыстық тастарды тауып алдым да, бәрін тізіп қойдым, енді осының үстіне отырамын достар. Терапия. Достар тек қана теңізді көрсетті деп бізге ренжімеңіздер, өйткені тұрып атқан жеріміз осы достар. Анда-санда сыртқа шығамыз, оны да көрсетіп жүрміз, тамақ істегенімізді көрсетіп жүрміз. Енді осы амал жоқ, осы теңізді көрсетеміз достар. Ал осы жерде енді мына ненің қасына келіп, адамның қасына, жаңағы арал дейміз ғой енді. Желді екен, сол үшін видеомызды аяқтайық. Ахметбей басқа жаңа видеода кездескенше сау саламатта қалыңыздар достар. Bir dahaki videoda buluşmak üzere. Sağlıklı, huzurlu, mutlu günlerde buluşmak üzere inşallah. Hoşça kalın hepiniz. Dostlar, кездескенше.